Ақпан айында күллі ата-аналардың жағасын ұстатқан жағдай естеріңізде болар. Астанадағы тұрғын үй лифтісінде 5 жасар баланы 14 жасағы жасөспірім пышақтап тастай жаздаған. Оның қолындағы үшкір пышақ бетіне тиіп, бала ауруханаға жатқызылған болатын. Мұндай әрекетке барған баланың диагнозы бары анықталып, көп ұзамай психоневрологиялық диспансерге жатқызылған еді. Сол оқиғадан кейін зардап шеккен 5 жастағы баланың өмірі түбегейлі өзгеріпті. Жақсы жағына емес, керісінше баланың сол жақ бетіне ота жасалған, пышақ тиген жерлеріне тігілген. Алайда сол жарақаттан кейін пышақ тиген беті жансызданып қалған. Аталған оқиғаға 3 ай өтсе де Батырдың отбасы көргені азап болып отыр. Сол жақ беті жансызданып, қасы, кірпіктері, қыл аяғы, көз жақтауы да миына бағынбай қалған. Қазір Батыр бұрынғы қалыпты өмірі денсаулығына оралу үшін күресіп жүр. Сап-сау ойнап жүрген баланың осындай жағдайға түсіп қалғаны өте өкінішті. Батыр күні қазір түрлі жаттығулар, дәрігерлердің табалдырығын тоздырумен күні өтіп жатыр. Анасының айтуынша, қазір Батырдың түзету мекемелеріне, дәрігерлерге қаратуға қыруар қаржы кетіп жатыр дейді. 3 ай бойы өзіміздің күшімізбен, қаражатымызбен емдетіп көрдік, алайда жөнді нәтиже шықпаған соң амалсыз шетелге емделуге тура келіп тұр дейді. Ол үшін енді қыруар ақша керек. Израильде емге 20 миллион, Қытайға бару үшін кемі 11 миллион керек. Ал оған дәл қазір ондай қаражат болмай тұр дейді. Батырдың анасы жақында халыққа мән жайды айтып, жылу жинауға үндеу айтып шығады. Қазірдің өзінде алғашқы жылулар жиналып та қалды.